Баршаңызға қайырлы күн достар. Сіздермен бірге Анаргүл, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен ашыған айраннан немесе кәдімгі айраннан жасалатын ең оңай пирогтың рецептімен бөлісетін боламын. Рецептіні асықпай соңына дейін қараңыздар. Біз ең алдымен 4 жұмыртқамызға қантты салып, миксермен жақсылап, 2 есе ағарып, көпіргенше миксерлеп алатын боламыз. Бізде кәдімгідей аппақ көбік болу керек. Міне осылай. Содан соң ертілген сары майымызды және айранымызды салып, жай ғана миксермен бір араластырып аламыз. Көп араластырудың қажеті жоқ. Содан соң құрғақ өнімдерімізді біріктіріп аламыз. Ұнымызға разық етелімізді және ванилинімізді салып, жақсылап араластырып алып, осы ұнды жұмыртқалы массамызға 2-ге бөле отырып қосамыз. Менің ұным алдын ала елеуіштен өткендіктен елеуіштен өткізген жоқпын. Негізі міндетті түрде елеуіштен өткізіп барып қосыңыздар. Сол кезде пирог өте жақсы көтеріледі. Ұнды салғаннан соң қатты миксерлемейміз, жай ғана ең баяу жылдамдықта жақсылап бір араластырып алсаңыздар жеткілікті. Бізде осындай бір келкі масса шығуы тиіс. Енді кезекте салмасына мен Қазақстан шоколадын ұсақтап турап қосатын боламын. Егер қаласаңыз, өзіңізге ұнайтын кез келген жеміс-жидек түрін қоссаңыз болады. Алдын ала майланған немесе пергамент қағазы төселген формаға қамырымызды құйып, осылай жақсылап 1-2 ұрғылап тегістеп жібереміз де, алдын ала қызып тұрған 180 градус пеште қызартып пісіріп аламыз. Піскенін ағаш таяқшамен тексерсеңіздер болады. Мінекей достар, осымен біздің өте оңай, құрамы да қарапайым, әрі өте керемет болып шығатын пирогымыз дайын. Сіздерге рецепті ұнайды деген ойдамын. Міндетті түрде жасап көріңіздер, ас болсын. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Анаргүл. Келесте шығатын керемет рецепттерін жіберіп алмас үшін міндетті түрде төмендегі подписаться деген қызыл батырманы басып, каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Әрине лайк басып, комментарий жазуды да ұмытпаңыздар. Ас болсын.